ақтауда осы турнирге дайындалды. Өте жақсы. Нөмір 1-ші раундтың соңғы қалғанда жекшелік істей алмайды, келісті. Қазір аламыз шабуылдар шықты келеді. Соққыларды сезген жоқпын. 3-ші раунд басталып жатыр. Қазір чилилік голы аламыз. Жекпе-жек қазақстандық жанкүйерлерге қолдау бұл арена деген қазақтардың тағы да психологиялық шабуылға шықты. Биыл Ташкентте бірінші раунд сөз мәресіне жетіп отыр. Бүгінгі қартасына қарсы мінекей соққылар дәл тиіп жатыр. Салған Қазақстандағы өте бұл жігіт Шығыс Қазақстан облысының тумасы. Ояна бастады қазір. Қазақстан деп қолдау көрсетіп жатыр. Соққылар сериясын бас сияқты. Төзім керек деген сияқты, бұл жекпе-жекті уақыттан ерте аяқтап тастауы мүмкін. Рейтингісінде соққылары тиіп жатыр. Қайткен күнде де бастап. Өте белсенді. Жалғыз отандасымыз Кәсіпқой аренасындағы 20-ші айқасын өткізіп жатыр. Әлдесіне жасаған соққылар дәл тиіп жатыр. Тұрушысы болды. Так, 8-й раунд поединка между более разгромной победы от человека с тем боксером, который держит в этом противостоянии победу. Наверное, на начальном этапе его противостояния версиям есть высокая вероятность, болельщики задают в социальных сетях. Много телеграм-канал есть Бифрости, где ребята однажды фигурировал там, насколько я помню, мнение на американской территории. Хороший правый боковой сейчас Мирима, цель узбекского бокса в настоящее время, олимпийский чемпион. Канчла, который сегодня мы видим на трибунах арены. Причем, наверное, в тот золотой период, когда возможно, что нужно пройти вот боксеров такого плана, да. Хорошо, Мирим огрызается по корпусу, но помощнее по мастите 72 крепких ребят, которые могут просто такие оплошности не простить. Ждут фанаты появления. Были разговоры о том, что Жалолов может встретить Дычко против Жалолова, но уже в профессионалах. Дычко, пожалуй, сейчас единственный, кто не получается уже у следующего поколения Казахстана. Жетті және соққыларды көбейту керек. Тоқтамау керек. Соңғы жаман емес. Ал енді бұл екі жігіт жақсы соққылар және жекпе-жек өз мәресіне жетті. Мейірім Нұрсұлтанов Мейірім Нұрсұлтанов ардақты ағайын осылайша керемет айқас өткізді. Мойындау керек, Мейірім бұл